Армысыздар, құрметті оқушылар. Бүгін біз 9 сынып Қазақстан тарих пәні бойынша кеңестік Қазақстан мәдениеті 1946-1985 жылдар аралығындағы бөлім бойынша номер 4-ші бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын талдап орындайтын боламыз. Тақырыбымыз 20 ғасырдың екінші жартысындағы білім беру жүйесінің дамуы, 20 ғасырдың 40-80 жылдар әдебиет пен өнердің дамуы. Бірінші тапсырмада кеңестік білім беру мен ғылым саласындағы реформаларға баға береміз. Екінші тапсырмада 20 ғасырдың 40-80 жылдарға әдебиет пен өнердің дамуына мысал келтіреміз. Әдебиет және өнер саласы бойынша. Үшінші тапсырмада берілген пікірді оқып, сұрақтарға жауап береміз. Онда құрметті оқушылар, талдау жұмыстарын бастайық. Бірінші, кеңестік білім беру ғылым саласына реформаға баға берейік. Білім беру бойынша кеңестік білім беру жүйесінің басты артықшылықтары: әртүрлі пәндерді оқу барысында энциклопедиялық білім жүйеленді. Оқушылардың білім алуға деген ынтасы жоғары болды. Мектептен тыс үйірмелер тегін болды. Мұғалім еңбегіне және жалпы мектепке деген құрмет қалыптасты. Кеңестік білім беру жүйесіндегі кемшіліктер: білім тәжірибеден гөрі теорияға бағытталуы, шет тілдерін оқыту деңгейінің төмен болуы, әлем әдебиеттерінің қолжетімсіз болуы, экстернат немесе үйден білім алудың мүмкіндігінің болмауы. Енді құрметті оқушылар, ғылым саласы бойынша айта кетейік. Ғылым саласы бойынша бірінші, 50-ші жылдардың екінші жартысында Қазақ КСР ғылым академиясы республикалық академиялардың ең ірі бірі болды. 50-ші жылдардың аяғында Қазақ КСР жүйесінде 50 ғылыми зерттеу мекемесі болды. Астрофизика, математика институттары, биология және ауыл шаруашылығы ғылыми өкілдері қарқынды зерттеулер жүргізді. Айтқожин жетекшілігімен бір топ ғылым генетика мен микробиология ғылымдары айтарлықтай нәтижеге қол жеткізді. 1976 моноформаларды жасау ішіндегі бөлшектердің жаңа түрлері ашу және зерттеу жұмыстары үшін авторлық ұжым қатарында Айтқожин Лениндік сыйлыққа ие болды. Академик Бараев басқарған Ленин атындағы бүкіл одақтық ауыл шаруашылығы ғылымдарының шығыс бөлімшесі топырақты қорғау жүйесін құру бойынша зерттеулер жүргізді. Биология және ауыл шаруашылығы саласында ғылымдары бидайдың жаңа түрін ойлап тапты. Медицина, аллергология, онкология, вирусология саласында елеулі жетістіктерге қол жеткізді. Археолог, тарихшы, этнограф Марғұлан жаңа археолог қазба жұмыстар жүргізді. 1969 жылы Ақышев Нұрмұхамедов тапқан біздің заманымызға бұрынғы 4-3 ғасырда өмір сүрген алтын адам бүкіл әлемге әйгілі болып, бүгінгі таңда тәуелсіз Қазақстанның символына айналды. Бірақ елеулі жетістіктерге қол жеткізгеніне қарамастан, Қазақстанның ғылым дамуына шешілмеген мәселелер болды. Халықтың жалпы саны шаққанда ғылыми қызметкерлердің үлесі одақтық көрсеткішке қарағанда 2 есе төмен көрсеткіш құрады. Барлық ғылыми еңбектер орыс тіліне жазылды. Идеологиялық жағынан қоғамдық ғылымдар қысым мен бұрмалаушылықтарға ұшырап отырды. Көптеген мәселелер зерттеу аясынан ығыстырылып, ғалымдар үшін жабық болып қалды. Партиялық цензура зерттеу мәселелерін шектеп қана қоймай, ғылымның кейбір салаларына психология, кибернетика, әлеуметтану, демография тағы да басқа тыйым салынды. Құрметті оқушылар. Екінші тапсырма бойынша 20 ғасырда 40-80 жылдары әдебиет пен өнердің дамуына мысал келтірейік. Әдебиет саласы бойынша соғыстан кейін халық шаруашылығын қалыпқа келтіру көзі болып табылады. Бұл жылдары жазба әдебиет пен өнер саласы қарқынды дамыды. 20 ғасыр 40-80 жылдарда қалам астынан шыққан мазмұны сұрапыл соғыстың қасіретін көрсетті. Ол кезде қазақ әдебиеттері қатаң идеологиялық бақылауға алынды. Соған қарамастан кеңес әдебиетінің көркейген кезең болды. 20 ғасырдың 50-ші жылдарда екінші жартысынан бастап әдебиеттегі жетекші тақырыптардың бірі тың игеру тақырыбында Мұқановтың, Әуезовтің, Шуховтың тың жерлерді игеру туралы очерктер одақ көлемінде әйгілі болды. 1956 жылы КСР халықтарының 20 тілінде жарық көрген 16 шетел тілінде шыққан кітаптар қазақ тіліне аударылды. Мәскеуде өтетін қазақ әдебиет пен өнерінің екінші онкүндігінде дайындық кезінде қазақ жазушыларының көптеген шығармалары басып шығарылды. Олар ішінде Сәкен Сейфуллиннің, Ілияс Жансүгіровтің, Бейімбет Майлин шығармалары, өлеңдері мен әндері жинағы, қазақ эпос әдебиеттану, музыка, әдебиет, театр тарихы туралы шығармалар, суретшілер, мүсіншілердің альбомдары жарық көрді. Қуатты полиграфиялық база құрылып, Алматыда ірі полиграф мектеп іске қосылды. Екінші, соғыстан кейінгі алғашқы онжылдықта соғыс пен тылда ерлік көрсеткен батырлардың өзінің өмірлік жолы мен ұлақ сынақшылығы туралы естеліктер жарық көрді. Майдангерлер, кеңес одағының батырлы Бауыржан Момышұлының соғыс портреттері туралы көп еңбектер жазды. Міне, құрметті оқушылар, мынамен танысып өткендер болады. Енді өнер саласы бойынша бірінші, жұмысшы табыл.
Құнанбайұлы Уәлиханов Алтынсариннің 1949 жылы Абай романы бойынша жоғары шығармашылық деңгейдегі спектакль қойылды. Басты рөл ойнаған Қуанышбаев Өмірзақоваға сталиндік сыйлық берілді. 56 жылы опера театр сахнасы алғаш жүйрік композитор Қажамияров жазған Назгүл операсы қойылды. Опера өнерінің дамуына белгілі рөл атқарған КСРО халық артисі Сталин сыйлықтың иегері Күләш Байсейітова болды. Үлкен дарын иесі өз шығармашылық замандастарын тәнті етті. Талантты актриса сахнада әртүрлі бейнелер сомдады. Бұл жылдары қазақ музыкасы жаңа жанрлармен симфония, хор және камералық музыкалар толықтырылды. Және соғыс кезінде көшпеген Мосфильм, Ленфильм киностудиялары бізде өнер саласы бойынша райком хатшысы Көтмені, орыс адамдары Григорий Котовский, біздің сүйікті дәрігер сияқты кино ленталар түсірілді. Олар толық метражды көркем фильм 1950 жылы Алматы көркем және хроника фильм студиялары шығарған режиссер Шәкен Айманов. Қыз жібек жырының желісімен түсірілген Сұлтан Қожықовтың Қыз жібек көркем фильмі қазақ киносының алтын қорына енді. Менің атым Қожа 1960 жылы қазақ фильм студиясы түсірген фильм, режиссері Абдулла Қарсақбаев, сценарий Бердібек Соқпаевтың Менің атым Қожа повесі желісімен жазылды. Екінші айта кетсек, өнер бағыты бойынша Қазақстанның халық суретшісі Қастеев белгілі суретшісінің мынандай туындыларын көре аласыздар. Және радио тарату орындарының саны артты. Кеңшілер, жоғары оқу орындары мен өнеркәсіп орындарының жеке радио топтары болды. Хабарлар 30 қазақ тілінде 1958-59 жылы теледидар дами бастады. Телеорталықтар Алматы, Қарағанды, Өскемен және басқа облыс орталығында жұмыс істеп тұрды. Қазақстан әдебиеті мен ұлттық өнері КСРО халықтарының көркем әдебиетіне лайықты орынға ие болды. Қазақ авторлары шығармаларының көпшілігі әлем мәдениетінің классикасына айналып, әлемнің көптеген тілдеріне аударылды. Қол жеткізілген жетістіктер мен үлкен табыстарға қарамастан, ұлттық әдебиет пен өнер билікті партия мен мемлекет органдары тарапынан қатаң бақылауға алуы жалғаса берді. Құрметті оқушылар, үшінші тапсырма бойынша, бұл үшінші тапсырмада берілген қандай жазушыдан ақпарат берілгенін анықтаймыз, жазушының әркімнің танытқан еңбегін атаймыз, және жазушы үлкен суретке әзілдікпен, әсем детальмен үш ұрпақты көрсеткен туған халқын келер кездің көзін елестетті деген пікірді түсіндіреміз. Құрметті оқушылар, бұл әрине Мұхтар Әуезовтің Абай жолы эпопеясы. Бұл қазақтың ұлттық тарихын кең қамтылған эпопея 3-4 ұрпақты қамтиды. Ол Абай Құнанбаевтың бас ақын деп атау дәстүрлі австриялық ойыншылар да бұл шығарманы жоғары бағалады. Австрияның Век und Ziel журналы Абай журналы романын қазақ халқының тарихына байланысты кеналық бағалайды. Біздің көз алдымызда бас ақынның өмір тарихы мен тар кемерінен тасып шыққан жеңімпаз өрен өзен сықылды. Бас ақынның өмір тарихы тар кемермен тасып шыққан жеңімпаз өрмен халқының тарихын асып кеткен. Жазушы үлкен суреттерге негізделген толып жатқан әсем детальдармен үш ұрпақты көрсететін туған қалған киелі кезең болады. Қазақстанның 19 ғасырда халық шаруашылығының құрылысынан дәлме-дәл нақты мәлімет алды. Ондағы тайпа қайшылықтардың өзіндік ерекшелігімен танысады. Ғылым юристер шариғаттан бастап билер кесімінің жеңген тағылымның сан жолдарын бағалау мағлұмат жинайды. Абай жолын оқыған Межмен Матип, қазақ неткен ғажайып халық деп өзін-өзі ұмыта таңырқаса, Константин Федин өзінің қалай қазақ өткенін білмей қалған. Сондықтан да бүгінде Толстойды оқымай, орысты, Бальзакты оқымай, французды білдімдеу қиыны болса, Әуезовті оқымай, қазақты білдімдеу сондай қиын. Тамыры жоқ ағаш, тарихы жоқ халық болмайды. Әуезов өзін 4 том Абай жолы ағартқылап бүкіл дүние жүзіне қала берді. Өз отандастарына керек десеңіз, тіпті қазақтардың өзіне қазақ дегені кім екенін танытты. Дәлірек айтқанда, қазақ халқының ұлылығын, оның өткен өмірін, тарихын түбірлі кезеңдердің қазақ мінез қалыптасқан трагедиялық һәм шығармашылық дәуірінде ғажайып көркемдік күшпен жарқатып, ашып, жан-жақты айқындап терең түсіндіріп берді.